Сәлем, қыздар, келіншектер. Мен бүгін сіздермен өзімнің балаларыма қолданған подгузники туралы ақпаратпен бөлісейін деп отырмын. Қазір ғана баламды ұйықтатып, кухняға келіп, сіздерге осы видеоны жазып отырмын. Менің екі балам да ер бала, сондықтан мүмкін қыздарға басқа подгузниктер ұнайтын шығар, білмеймін. Мен беретін ақпараттың бәрі менің ғана тәжірибем, менің ғана білетін, менің ғана қолданып көрген нәрселерім. Сондықтан әрине өздеріңіздің ерекшеліктеріңіз болса, өздеріңізге ұнайтын, маған ұнамайтын подгузниктер сіздерге ұнап жатса, қолдана беріңіздер, оны ешқандай. Мен жай ғана ақпаратпен бөлсем. Мен қолданғаным тек қана японский подгузники. Памперсті, хаггисті кезінде қолданғанмын. Қолданғанда оларды бір жаңадан бала босанған кезде роддомда солай қолдандым. Одан кейін мен оларды памперстің біріншіден иісі өте сасық, тіпті таза күйінде, әлі бала симеген, қолданылмаған күйінде сасық памперс. Хаггистің маған ұнамайтын жері, толып қалған кезде бұлтиып, томпайып тұрады. Баланың бұтына кәдімгідей толған жағы тиіп тұрады денесіне. Мен ең бірінші қолданған японский подгузникім Мэрис. Мэрис енді премиум качество, премиум сапа деп жатады. Мэрис өте жақсы. Ең қымбаты сол Мэрис шығар. Біз бірнеше рет жақсы аздан жерлерден алып жүрдік. Мен осы екінші баламда Магнумнан 5800-ден 6000-ға шамалас бағамен алып жүрдім. Егер басқа кезде қарасаңыз, ол 8000-ға дейін барады бағасы. 7000, 6500-ға да табуға болады, 7500-ға да, 8000-ға да болады. Енді жақында Мэрис енді керемет, маған өте ұнайды. Шынымен де өте жұмсақ. Мен подгузниктардың қай-қайсысын алғанда да ішін ашып бетіме тигізіп көрем. Менде солай тексерем міндетті түрде. Сол подгузникті Мэрис өте жақсы, ол жұмсақ, несі жіңішке, қап-қалың емес, жіңішке, ешқандай бір басқаша бір иіс жоқ, өте таза. Мэрис маған сондықтан ұнайды, бір басқаша таза, сапалы нәрсе екені білінеді. Енді Мэристі осы міне балам 4 айға толғанша қолданып келдім. Осы жақында бүкіл складтарда жоқ, анау-мынау деп қымбаттатып жіберді. Өте қымбат. Білмеймін енді. Содан кейін мен Йокосанды бірінші біз пробнигін алып көрдік. Күйеуім пробнигін алып келді. Одан кейін біз үлкен пачкасын сатып алдық. Йокосанды бағасы қазір бұрынғы мен Мэрис алған бағасымен тұрды. 6500, 6000 сондай бағаға алып жүрдік. Йокосанның бір жақсы жері, Мэрисқа сапасы келеді. Әрине Мэристай керемет емес. Мэристен кішкене бір, Мэрис егер 10 балдан 10 балға жарайтын болса, Йокосан 10 балдан 8 балға жарайды. Мэристі все равно бәрібірде бір басқаша ерекше бір білініп тұрады материалдарынан. Йокосан өте жақсы, маған ұнайды. Мысалы, мен қазір Йокосанды алып қолдана берер едім. Мэристі үстіндегі қымбат бағасы болған үшін алмас едім. Егер мен Мэрис пен Йокосан қатар тұрса, Йокосан арзан болса, мен соны алып кете берем. Маған Мэристің сапасына жақын өте. Ал енді егерде Мэрис пен Йокосан қатар тұрса, екеуінің бағасы бірдей болса, міндетті түрде Мэрис аламын. Өйткені Мэрис бәрібірде Йокосаннан кішкене болса да жоғарырақ сапасы. Енді менде қазір карантинге байланысты ешқайда шыға алмаймыз. Доставкамен әкелгенде, доставкаға үстіне тағы 1000 теңге қосылады кем дегенде. Сондықтан үйдің қасындағы аптектен қарадым, қандай японский подгузниктер бар екен. Ол жерде Мело бар екен. Енді мен барлық жерде подгузниктер туралы оқып жүрем, адамдар не қолданып жатыр, қалай отзывтар оқып жүрем. Содан Мело туралы естігем, Йокосанмен сапасы бірдей деп.
бірақ мен Мелоны өзім алып қолдандым. Бірінші пачкасын уже жартысына, үлкен пачка алдық, жартысына келіп қалдық. Мело жақсы. Егер 10 балдан алатын болсақ, Мело где-то бір 6-7 балға жарайтын нәрсе. Жалпы болады. Енді Мэрис'тен кейін, Йокосаннан кейін Мелоны оладан жақсы деп айта алмайсыз. Мен солай айта алмаймын, мысалы. Йокосан Мелоны айтып жатырмын. Иә, Мелоны. Мело орташа. Бағасы мен аптектен үйдің қасындағы 6500 теңгеге алдым осы жолы пачкасын. Сонда менің алдыңғы ең басында Мэрис алған бағама келіп тұр ғой. Мен әрқашан подгузникті сонда бір 6000-6500-ге алып отырмын. Енді Мелоның кейде байқаймын, ішінде бала дәрет сіңдіргеннен кейін, белгілі бір уақыттан кейін ауыстыратын кезде қарағанда, түйір болып бүйтіп бүктеліп сөйтіп жиналып қалып жатады. Сондай жер бар. Мен білмеймін, ол неге бір подгузнигінде сондай шығады, бір подгузнигінде шықпайды, мен соны түсінбедім. Сосын Мелода материалы кішкене Мэрисқа, Йокосанға қарағанда материалы сапасыздау көрінді маған. Қолмен ұстағанға на ощупь. Сондықтан маған бәрібірде Мэрис пен Йокосан ұнайды. Егер аман-есен карантиннен шыққаннан кейін мен Йокосан алам. Мелоға енді басқа варианттар болмаса Мелоны алуға болады, бірақ негізі мен Йокосанға тоқтаймын. Мэрис енді қымбат, Йокосан маған бағасы жағынан да, сапасы жағынан да өте ұнайды. Мелоны маған сапасы ұнамайды. Бірақ енді мен осы карантиннен шыққанға дейін Мелоны ала тұрамын аптектен үйдің қасындағы. Өйткені айтып тұрмын ғой, машинамен шығуға тағы болмайды карантин кезде, себепсіз. Мен подгузник алуға шықтым деген себеп емес, е. Ал доставкаға үстіне тағы сондай ақша түседі, 1000 теңге кем дегенде қосылады. Сондықтан маған ол тиімді емес. Мен осы видеоны қазір баламды ұйықтатып түннің ортасында жазып отырмын. Қазір осы видеодан кейін бала жаңа туылған кезде роддомда киетін киімдер, жаңа туылған балаға қандай киімдер өзім қолданам, сол ойларыммен бөлісетін. Оны бөлек видеоға қазір жазып саламын.